Қайырлы күн, қымбатты оқушылар. Қазақ тілінде жалғаудың 4 түрі бар: тәуелдік, септік, жіктік және көптік. Өткен сабақта біз жіктік және көптік жалғаумен танысқан болатынбыз. Бүгін тәуелдік және септік жалғауларға тоқталатын боламыз. Тәуелдік жалғау өзі жалғанған сөздің біреуге немесе бір нәрсеге меншікті екенін көрсетеді. Тәуелдік жалғаудың бірінші, екінші, үшінші жағы болады. Оңаша және ортақ түрде тәуелденеді. Оңаша тәуелдеу дегеніміз бір немесе бірнеше заттың бір затқа тәуелді, меншікті екенін білдіреді. Ортақ тәуелдеу дегеніміз бір немесе бірнеше заттың көп затқа тәуелді, меншікті екенін білдіреді. Бір сөзбен айтқанда, оңаша тәуелдеу тәуелдеудің жекеше түрі, ортақ тәуелдеу тәуелдеудің көпше түрі. Кестеде жіктеу есімдігі және тәуелдік жалғау берілген. Қазір дәптер сөзін тәуелдеп көрейік. Менің дәптерім, сенің дәптерің, сіздің дәптеріңіз, оның дәптері. Біздің дәптеріміз, сендердің дәптерлерің, сіздердің дәптерлеріңіз, олардың дәптерлері. Ал енді ана, үй сөздерін тәуелдеп көрейік. Менің анам, сенің анаң, сіздің анаңыз, оның анасы. Біздің анамыз, сендердің аналарың, сіздердің аналарыңыз, олардың аналары. Менің үйім, сенің үйің, сіздің үйіңіз, оның үйі. Біздің үйіміз, сендердің үйлерің, сіздердің үйлеріңіз, олардың үйлері. Бірінші тапсырма: отбасы, дос сөздерін жекеше көпше түрде тәуелдеңіздер. Бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ. Оңаша, ортақ. Менің отбасым, сенің отбасың, сіздің отбасыңыз, оның отбасы. Біздің отбасымыз, сендердің отбасыларың, сіздердің отбасыларыңыз, олардың отбасылары. Менің досым, сенің досың, сіздің досыңыз, оның досы. Біздің досымыз, сендердің достарың, сіздердің достарыңыз, олардың достары. Ал енді септік жалғауына тоқталайық. Қазақ тілінде 7 септік жалғауы бар. Септік жалғаулары зат есімдерді байланыстыратын қосымшалар болып табылады. Атау септік сұрақтары кім, не? Атау септігінде жалғаулар болмайды. Ілік септік сұрақтары кімнің, ненің? Барыс септік кімге, неге, қайда? Табыс септік кімді, нені? Жатыс септік кімде, неде, қайда? Шығыс септік кімнен, неден, қайдан? Көмектес септік кіммен, немен, қалай? Және кестенің екінші жағында септік жалғаулары берілген. Ілік септігінің жалғаулары ның, нің, дың, дің, тың, тің. Барыс септігінің жалғаулары а, е, қа, ке, ға, ге, на, не. Табыс септігінің жалғаулары н, ні, д, ді, т, ті, н. Жатыс септігінің жалғаулары да, де, та, те, ында, інде. Шығыс септігінің жалғаулары дан, ден, тан, тен, нан, нен. Көмектес септігінің жалғаулары мен, бен, пен. Қазір сіздермен әке және сағат сөздерін септеп көрейік. Атау септік кім, әке. Ілік септік кімнің, әкенің. Барыс септік кімге, әкеге. Табыс септік кімді, әкені. Жатыс септік кімде, әкеде. Шығыс септік кімнен, әкеден.
көмектес септік кіммен, әкемен. Енді не сұрағына жауап беретін сағат сөзін септеп көрейік. Атау септік не, сағат. Ілік септік ненің, сағаттың. Барыс септік неге, сағатқа. Табыс септік нені, сағатты. Жатыс септік неде, сағатта. Шығыс септік неден, сағаттан. Көмектес септік немен, сағатпен. Енді балалар, кестедегі септік жалғауларға назар аударып, есте сақтаңыздар. Әке сөзі жіңішке дауысты дыбысқа аяқталып, жіңішке айтылып тұр. Сол себепті осы септік жалғаулар жалғанады. Ал сағат сөзі қатаң дауыссыз дыбысқа аяқталып, жуан айтылғандықтан осы септік жалғаулары жалғанып тұр. Енді екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Мектеп сөзін септеп, кестені толтырыңыз. Атау септік не, мектеп. Ілік септік ненің, мектептің. Барыс септік неге, мектепке. Табыс септік нені, мектепті. Жатыс септік неде, мектепте. Шығыс септік неден, мектептен. Көмектес септік немен, мектеппен. Мектеп сөзі жіңішке, қатаң дауыссыз дыбысқа аяқталғандықтан осы жалғаулар жалғанады. Алдарыңызда мәтін берілген. Екі дос орманда бір аюға кездесті. Олардың біреуі әлсіз, ауру екен. Аюды көрген кезде бір досы екіншісін тастап, бір ағаштың басына шығып кетеді. Ауру әлсіз досының ағашқа шығуға күші болмайды. Ол жерге дем алмастан жата қалады. Аю өлген кісіге тимейді екен. Аю жатқан адамның қасына келіп, иіскелеп, жөніне кетеді. Аю кеткен соң жолдасы келіп сұрайды. Аю сенің құлағыңа не деп сыбырлап кетті, дейді. Басыңа қиыншылық түскенде сені жалғыз тастап кеткен жолдасың жаман екен, деп жауап беріпті. Мәтінмен таныстыңыздар, енді жаңа сөздермен танысыңыздар және орыс тіліне аударыңыздар. Аю, ауру, дос, ағаш, қиыншылық, әлсіз, тастап кету, қорқу, сау, жалғыз, арасы. Аю – медведь, ауру – больной, дос – друг, ағаш – дерево, қиыншылық – трудность, әлсіз – слабый, тастап кету – бросить, арасы – между, қорқу – бояться, сау – здоровый, жалғыз – один. Үшінші тапсырма. Мәтін бойынша сұраққа жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ. Екі дос орманда нені кездестірді? Екі дос орманда аюды кездестірді. Екінші сұрақ. Аю неге кетіп қалады? Себебі аю өлген кісіге тимейді екен. Үшінші сұрақ. Аю досының құлағына не деп сыбырлап кетті? Басыңа қиыншылық түскенде сені жалғыз тастап кеткен жолдасың жаман екен, деп сыбырлап кетті. Енді назарларыңызға қорытынды тапсырма. Мәтіннен тәуелдік және септік жалғаулары бар сөздерді табыңыздар. Тәуелдік жалғау. Досы, жолдасы, сенің құлағыңа, жолдасың. Септік жалғау. Орманда, аюға, ағаштың,
досының, кісіге, олардың. Септік жалғаулы бар сөз орманда, сұрақ неде, қайда, жатыс септік. Аюға, сұрақ неге, барыс септік. Ағаштың, ненің, ілік септік. Досының, кімнің, ілік септік. Кісіге, кімге, барыс септік. Олардың, кімдердің, ілік септік. Досы, оның досы, тәуелдік жалғау, үшінші жақ, жекеше. Оның жолдасы, үшінші жақ, жекеше. Сенің құлағыңа, екінші жақ, жекеше. Сенің жолдасың, екінші жақ, жекеше. Үйге тапсырма, септіктерді, септік жалғауларды жаттаңыздар. Дос, орман сөздерін септеңіздер. Кездескенше күн жақсы болсын, сау болыңыздар.